Қайран 25 көзді кеттім. Анаңыз бен әкеңізге бар жақсылықты жасай алдыңыз ба дейді. Енді бұл кішкене ақымақтау сұрақ, ренжімеңіздер. Өйткені баласы әке шешесіне бар жақсылық жасап үлгермейді. Өйткені біз дүниеге келген кезде есімізді жинап 5-6 жасқа бастап жасау керек та жақсылықты. Мүмкін жақсылық деген сабағыңды дұрыс оқу, анаңды дұрыс тыңдау, ренжітпеу. Сондықтан да әке шешеміз бізден 30 жас, 20 жас үлкен болады ғой. Өйткені 20 жасында үйленеді, одан кейін біз дүниеге келеміз. Енді менің әкем 53-те қайтыс болып кетті. Енді әкеме көп жақсылық жасадым деп айта алмаймын. Тентек болдым. Көп нәрсені тыңдаған жоқпын. Таяқ көп жедім. Әкем кеткеннен кейін түсіне бастадық. Бірақ енді ол кезде біз 30-дамыз. Шешемізге шамамыз жеткенше қазір тірі, Аллаға тәуба, жүзге келсе екен деп армандаймыз. Жақсылық жасауға тырысамыз. Бірақ бар жақсылықты әке шешеңе жасап үлгермейміз біз. Мүмкін баламызға жасауымыз мүмкін жыл бойынша, менің түсінігім сондай. Көшеде өтіп бара жатқан қызға қарындас деп қараудан неге қалдық? Енді бұл біріншіден қазақта бір ауыр сөз бар да. Тайынша көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген. Баланы бірінші тәрбиелеу керек. Үйде жүрген қызды дұрыс киінсе, дұрыс жүрсе, тәрбиелі болса, әрем-жерем болып киініп, ашатын жердің бәрін ашып, бояйтын жердің бәрін бояп келе жатқан қызға қарындас деп қазір қараудың өзі кішкене қиындау. Бірақ енді тәрбие бойда болғаннан кейін әрине біреудің қызы ғой деп қарайсың. Тәрбиені үйден бастауымыз керекпіз. Біз айдалада жүрген біреудің қызын тәрбиелеуге бәріміз қолымыздан келеді. Ана қыз неге бүйтіп жүр екен, мына қыз сөйтіп ұят емес пе деген сияқты. Ұят емес пе деген ол өзінің үйінен басталу керек та. Мысал үшін мен көшеде расында да таза, әдемі, тәртіпті киін деген сөз тым болмаса мына кеуден жауып, тізеден төмен қарай ұзындау бір көйлек киіп, шашы өрілген, қатты боялмаған, жымиып қана келіп күліп келе жатқан қызды көрген кезде әрине қарындас дейсің. Ал шошаң етіп, алдынан ар болып өтіп, бас көз демей, белден басып мойныңа мініп алып өтіп кететін қыздар бар бізде. Тәрбие ол, үйден басталатын тәрбие ғой. Сондықтан да қызыңды біреу қарындасым деп айналып тұрып сөйлегенде естігің келсе, онда өз қызыңды өзің тәрбиеле. Мен өз қызымды сөйтіп тәрбиелеп жатырмын. Қорықпаймын. Неге екенін білмеймін, әйтеуір бағым ба, онда бір қатты боянып, немесе бір қатты қыдырам деп, немесе бір керемет бір ашық-шашық киінем деп талпынбайтын. Мүмкін үйде менің шешем болғаннан кейін, әжесінің қолынан тәрбие алып жатқаннан кейін сондай қыз шығады. Сол. Ең үлкен қорқынышыңыз дейді. Мен өзім негізі әлі күнге дейін анамнан қорқамын. Қорқыныш дегенде енді сескенем, қорқам, өйткені ренжітіп алуға қорқасың ғой. Әртіспіз, өзімізше жұлдызбыз. Анда шақырады, мында шақырады, төрге отырғызып қояды, бата сұрайды, тұсау кестіреді. Сөйтіп, мен өзім негізі ненің қасында тұрамын? Мұсылман бейтінің қасында тұрамын. Менің үйімнің қашасының ар жағы мұсылман бейті басталады. Бауыржан Момышұлының үлкен ескерткіші көрініп тұр. Оның сол жағында ар жағында Әдіріс Ноғайбаев, Шолпан Жандарбекова, Шәмші Қалдаяқов атамыз солар жатыр. Кейбір кезде өзімізше болып, үйге келіп, таңертең тұрып,
түнімен күткөн, ойпмай деп далаға шығып, бүйтіп аналарды көрген кезде орнымызға келе қаламыз да, кімбіз біз олардың қасында. Ең үлкен қорқынышым қазіргі кездегі өмірдегі ол менің жасаған қателігімді қазір өсіп келе жатқан немереме тиіп кетпесе екен деп қорқамын. Басқа ештеңеден қорықпаймын мен. Мен Құдайдан қорқамын енді, әрине, Алладан қорқамын. Бірақ сол менің ішімдегі қорқынышым сол. Қызым бір құрбыларымен Қыдырға кетіп бара жатқан кезде ішімнен ойлап отырамын. Кезде тентек болдық қой біз, енді өтірік айтатын ештеңесі жоқ. Біз сияқты бұзық кездесіп қалмаса екен деп. Немерем көшеде келе жатқан кезде біреулер айналып, айналайын, ой не деген бала деген кезде ішіңнен бісміллә, көште кетпесе екен, бүйтпесе екен деп. Мынау сонда да өзіңнің кезіндегі жасаған бір дұрыс емес нәрселерің айланып келіп соларға тиіп кете ме деп қорқамын. Басқа ештеңеден қорықпаймын. Ақша жоқ болса қорықпаймын. Үйдегі үлкендеріміздің бір қиыншылықтар өмірде болады, оны қорықпаймын. Содан ғана қорқамын. Ең үлкен қорқынышым осы менің қазіргі кезде. Жылан, шегіртке дегеннен қорықпаймын. Ауылда өскен балаларымыз ғой біз. Шегірткелерді қуып жүріп, жыланның аузына салып беретінбіз кезінде. Артыңызға қандай із қалдырам деп ойлайсыз? Енді біз өнерде жүрміз. Кішкентай кезімізден мен өзім туғанда көзімді ашқаннан бастап әкем режиссер, анам актриса. Туғаннан бастап гастрольдік сапар, автобустың іші, ән айтып жатқан әртістер, қойылым қойылып жатқан сахна, театрдың іші, театрдың арт жағындағы кішкентай кезімізде мейрам мерекелер болса, кезіміз болды ғой, Кеңес одағында, жаңа жыл анамын. Сонда сол театрдың ішінде қарсы алып, театрдың арт жағында сахнада қойылым болып жатқан кезде мен арт жағында ұйықтап жататын кезім болды, кішкентай кезім. Сонда да сахнада жүрміз. Енді артымыздан із қалдырғанда бір тәлімді, тәрбиелі, керемет бір өнер қалса екен деп ойлаймыз. Біз кеткеннен кейін, мысалы, сол Ыдырыс Ноғайбаевты айтсақ, немесе Асқар Тоқпановты айтсақ, керемет артынан із қалдырған. Ол жайында біреулер әңгіме айтқан кезде, әзілде жүрген кезіндегі ағаларымыз біздің көшіміздің басын бастаған Құдайберген Сұлтанбаев марқұм, Тоқсын ағаларымыз, мысалы үшін, Уайс ағалар. Солардың біз өнерін, Мейірман аға, өнерлерін әлі күнге дейін айтамыз. Бір керемет мектеп тастап кеткен. Оқытқан жоқ олар бізді. Бүйтіп істеңдер, бүйтіп айтқан жоқ. Ойнап сахнаны көрсетіп берген. Сондай бір керемет із қалдырсам ба деймін. Бірақ енді адам өзі өмір сүрмейді, ұрпағымен ұзарады дейді ғой. Біздің артымызда қалатын ұл мен қыз. Менің әкемнен марқұм Марат Сақаповтан сұрағанда, бұл кісі енді көп шығарма жазды ғой, автор ғой. Соны сұрағанда, қандай шығармаңыз мықты сіздің дегенде, менің 2 шығармам бар, бірі ұлым, бірі қызым дейді. Сол сияқты менің де артынан қазір бір кішкентай із келе жатыр да, мынандай кішкентай. Аты Омар. Шешемді Меккеге апарған кезде, сонда маған бір үлкен шейх арабша айтты, бірақ қасында аудармашы болды. Омар бин Хаттаб жайында көп әңгіме айтты. Сол кезде 10-шы жылы мен армандағам. Егер балам үйленсе, ұл туса Омар деп қоямын. Енді адамның арманы орындалады екен. Қазір үйде жүгіріп жүр. Біздің артымыздан қалатын бір керемет іздің бірі сол деп ойлаймын. Соны адамға тәрбиелесем, соны мықты қазақтың патриоты қылып тәрбиелесем мен, енді тәрбие деген баланың 7 жасына дегені болады. 7 жастан кейін баланы тәрбиелеу қиын. 7 жасына дейін намазға үйретіп, сабырлыққа үйретіп, кеңшілікке үйретіп, рақымдыққа үйретіп, қайырымдылыққа үйретіп кетсек, ол да бір керемет ізі болады деп ойлаймын. Ешкімге ашпаған ақиқатыңыз бар ма дейді. Құпиясыз адам болмайды. Әр адамның ішінде бір құпия бар. Ешкімге айтпайды. Мүмкін ол жаңа айтқандай жаның шығайын деп жатқан кезде айтатын бір құпиялар бар шығар деп ойлаймын. Мен ешкімге айтпаған ақиқат құпиям бар.
сіздерге де айтпаймын. Жұмбақ болсын. Кейін 86-94-ке келіп өмірден өткен кезде, сол кезде, бұл кісінің ақиқат осы екен ғой деп естіп отыратын шығарсыз деп ойлаймын. Өйткені мен ойлаймын, 100% ашық адам болмайды. Қаншама түзу адаммын дегенмен де, оның ішінде бір қисық қыңыр жері болады. Сондықтан да әр адамның өзінің ішінде ешкімде айтпаған бір ақиқат болады. Оны сіздерге айтпаймын. Кейін айтамын.